Алтынсарин 1841-1889 жылдары өмір сүрген көрнекті ағартушы ғалым, педагог, ақын. Өркениет өрісінен шет қалған қазақ арасында халықтық мектептер ашып, сауаттандыру, ағарту жұмысында ұшан теңіз еңбек еткен Ыбырай Алтын. Сонымен бірге қазақ жазба әдебиет негізін қалауға зор үлес қосты. Туған елге пайдалы іске қолдан келгенше үлес қосу әрқайсымыздың міндетіміз деді ол. 19 ғасырда жаңа жазба әдебиетінің үлгісінде сюжетті өлеңдерді тұңғыш жаза бастаған ақынның бірі Ыбырай Алтынсарин. Сондай-ақ көркем прозаның, жазба тіл жүйесінің қалыптасуына атсалысқан ағартушы ақын өлеңдері мен қара сөздері өнегелі істерді, жақсылық, ізгілікті насихаттайды. Тәлім тәрбиелік, мән мазмұн иеленеді. Мұғалім бәрінен де қымбат. Өйткені мұғалім мектептің жүрегі деген уәдеде ұстаздар ұлағатты оқулық зерттеу еңбектерін топтастырған Ыбырай Алтынсариннің шығармалары 1879 жылы Орынбор қаласында орыс әрпімен «Киргизская хрестоматия» деген атпен жарияланды. Кейін Мактубат теңді 1889-1899 жылдары араб әліпбиімен басылып шықты. Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық. Оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық деген Ыбырай өнегесі өміршеңдігімен айқындала түсуде. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар. Тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Сыйса көйлек үстіңде тоқуменен табылған, сауысқанның тамағы шоқуменен табылған. Өнер білім бәрі де оқуменен табылған. Ал балалар, сендер А әрпін үйрендіңдер. Ат, арба. Б әрпін де білесіңдер. Болат, балта, бет. Мынау Г әрпі. Гүл, гүл сара. Енді Г әрпін жазамыз да, міне бұлай. Оның ортасын белбеумен байласақ, Г болып шыға келеді. Ыбырай Алтынсарин, қазақтың аса көрнекті ағартушысы, жаңашыл педагог. Өзі әрі ақын, әрі жазушы, әрі этнограф, фольклоршы, әрі аудармашы және публицист. Бір сөзбен айтқанда, өз заманның ақыл ойшылы, әрі қоғам қайраткері. Бар саналы ғұмырын қалған жаңа заманның өркениетті елдерінің қатарына қосу жолына арнаған қара қазақтан шыққан бірінші адам. Шын аты Ибрахим. 1841 жылы Қостанай облысының Қостанай ауданы Арқарағай ауылында туған. Ыбырай білім ордасын өте жақсы аяқтап, тілмаштық, хатшылық қызмет атқарды. Өз бетімен көп ізденіп, білім қорын молайта келе, Ыбырай туған халқына пайдалырақ басқа бір қызмет істеуді мақсат етеді. Осылайша ынтасы ағартушылыққа ауды.